Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Шахматта өте керемет ойынның түрі ол эндшпиль, ойынның соңғы жағы. Ең мықты ойыншылар негізі осы эндшпильде өзінің мықты екенін көрсетеді. Егер сіз мықты шахмат ойнайтын дәрежеңізді білгіңіз келсе, осы эндшпильде қалай ойнайсыз? Егер эндшпильде жақсы ойнайтын болсаңыз, басқа ойыншыларға қарағанда потенциалыңыз жоғары болатын болса, онда сіз оп-оңай үлкен нәтиже шығара аласыз, үлкен дәрежеге жете аласыз. Көп жерлерде мықты шахматшылар негізі шахматты бастаған кезде осы эндшпильдерден бастайды. Осы ойынның соңғы жағынан үйреткен жақсы деп есептелінеді негізі көп жерлерде. Өйткені эндшпильде оңай, негізгі логикасын, қағидаларын біліп алсаңыз, принциптерін сізге дебютте метельшпильде ойлануға ешқандай кедергі болмайды. Сол себепті эндшпильді бір жерде бір эндшпильдің түрін қарастырайын деп отырық. Пешечный эндшпиль дейді. Пешкілерде осындай жағдайларда кездескен кезде не істейміз? Енді жай көзбен қараған кезде негізі алғашқы жаңадан бастап жүрген ойыншылар бұл жерде бірінші корольді активный ойнаймын деп ойлайды. Ол қателеседі. Егер корольді активный ойнайтын болса, бұл жерде ешқандай ұтыс жоқ, сізді ешкім жібермейді. Мына жерге келгеннен кейін ары қарай қалай ұтасыз? Пешкіні қозғасаңыз, ол да жауап ұстайды, немесе ол да сіз қалай ойнасаңыз, соған солай ответ береді. Бұндай жағдайда үш пешкіден ферзге өтіп кете ала ма деген бұл жерде сұрақ туындайды. Міне осы сұраққа мен жауап беремін. Каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Осындай сіздерде жағдай кездесіп қалатын болса, өмірде міндетті түрде кездеседі. Бұндай эндшпильдерде екі мықты кездескен кезде үш пешкеден өте ала ма деген. Әрине өте алады. Бұл жерде мына тек формуланы жаттап алыңыздар. Ортаңғы пешкіні міндетті түрде жүресіздер. Қай жағымен жесе де, мына екі пешкінің біреуі ферзге шығып кетеді. Енді қараңыздар, бұл жерде алмаса болмайды. Егер корольмен жүретін болса, мен жай ғана сіз былай жүретін болсаңыз жеп шығып кетемін, мынаны жүретін болсаңыз жеп шығып кетемін. Сол себептен только алу керек оларға. Егер қараңыздар, бірінші, давайте оң жақтан бастап алып көрейік. Қай жақтан жейді, сізге қай пешкеге жол ашылады, сол пешкі бізде потенциалны дейді, сол пешкі бізде ферзге шығуға міндетті. Ол үшін бізге кедергі кім жасап тұр? Екінші пешкі. Сондықтан мына пешкіні жүреміз, олар алады, мына пешкі бізде король үлгермейді, квадратта емес, пешкі ферзге шығып кетеді оп-оңай. Давайте екінші вариантын қарастырып көрейік. Егер мына жағымен алатын болса, бізге мына пешкеге жол ашылды, онда біз C6 ойнаймыз. Жейді, ферзге шығып кетеді. Мынадан қарағанда сіздікі әлде қайда бірінші шығады. Енді сұрақ туындауы мүмкін. Енді мынаны жегеннен кейін, мынаны жүргеннен кейін, мен мынаны жесем ше деп. Әрине ол да көмектеспейді сізге. Мынаны жеп, мен ферзге шығып кетемін. Сондықтан бұл жерде только жеу керек міндетті түрде, ал біздің пешкіміз шығып кетеді. Міне, сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ортаңғы пешкіні жүріп бастайсыз. Қалай жегенге байланысты екі пешкіні бересіз міндетті түрде, үшінші пешкі сізде ферзге шығады. Бір қайталайық. Жеді, жүрдік, жеді, ферзь. Демесе, артқа қарай қайталайық. Жеді, жүрдік, жеу керек. Болмаса екі жүрісте өзім ферзге шығам. И ферзге шығып кетеді. Қарастыратын болсақ, осылай ферзге шығып кетемін. Мына пешкі үлгермейді. Ұнаса лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Осындай қызықты сабақтар алдыда көп болады.